қазақ елі сіздермен бірге жастарым бағдарламасы. Эфир тізгінінде мен Бақыт Бақжан. Бүгін студиямыздың төрінде дене шынықтыру және өнер факультетінің 3-ші курс білімгері X-Factor Қазақстан дауысының қатысушысы Ақбота Сабыржанова. Ақбота, сәлем. Сәлеметсіздер ме? Көлгейін қалай? Бәрі ғажап. Сұхбатқа дайынсыз ба? Әрине, дайынбыз. Ақбота, сені университет қана емес, дүйім қазақ елі өнерімен танып жатыр, я? Бойындағы дарының, талантың қалай және қашан басталды? Әңгімемізді содан бастасақ. Жалпы өзім бала кезімнен бастап осы өмірімді әнмен жалғастырамын деп шешкен болатын. Сол себепті кіші кезімнен бастап әнге қатты құмармын. Енді сен қатысқан алғашқы жоба, алғашқы сахнаң есіңде ме? Ең басында біз кішігірім мектеп сахналарынан бастап жүрген болатынбыз. Және де қазіргі таңда міне үлкен сахналарға қол жеткізіп, ары қарай дамығымыз келіп жатыр. Қазақ елін дүр сілкіндіріп жатқан X-Factor Қазақстан жобасы жайында айта өтсек, жалпы кастинг қалай болды, қатысам деген шешім саған қайдан келді? Жалпы кастинг бізде жазда басталған болатын. Барлық жерде Instagram желісінде осы X-Factor жобасына қазір кастинг болып жатыр деген реклама жүрген болатын. Былай қарадым, өз бағымды сынап көргім келді енді. Бірақ ол кезде кішкене ішімде бір қорқыныш сезімі болды, қалай болады екен, ары қарай өте алам ба деген сияқты. Бірақ енді көрмей ештеңе білмейсің ғой. Сол себепті тәуекел еттім және де өз бағымды сынап келіп Алматы қаласына бардым. Соңына дейін жететініне өзіне қаншалықты сенімді болдың? Қорқынышыңды қалай жеңдің? Негізі мен тіпті бірінші этаптан да өтемін деп ойламаған болатынмын. Енді бұл жерде көптеген тума таланттар бар. Барған кезде неше түрлі адамдарды көресің, олардың деңгейлерін көресің, қаншалықты дәреже ән айтатындарын. Сол себепті басында тіпті өтемін деген ойда болмапты. Бірақ та ары қарай жалғасқан сайын проект маған қаттырақ қызу ұнай бастады да, одан ары өткім келеді, жалғастырғым келеді, өзімді көрсеткім келеді. Сондай бір сезімдер болды. X-Factor мықты өнерлі жастар жиналған жоба, я? Мысалы, қазір дос, бауыр болып араласып кетсеңдер де, дегенімен сенің бәсекелесің, мысалы, қарсыласың бар болды ғой, я? Жалпы бар болса кім? Әрине бар болды. Ең басында мен қарсыласым деп Джем группасын көрген болатын. Бірақ та олар шығып кеткеннен кейін басты қарсыласым Махамбетали Абилда болды. Бірақ енді екеуміз де соңына жетпей шығып кеттік. Ондай сәттер болып тұрады. Бірақ өте қуаныштымын осындай бір керемет проектке қатысқаным үшін. Жалпы сахнаға шыққанда қобалжу сезімін қалай жеңесің? Негізі қобалжу әрдайым болады. Себебі сен өзіңнің қазір қалай шығамын, қалай жүремін, қалай ән айтамын дегенге өте бір үлкен жауапкершілікпен қарайсың. Сол себепті толықтай қобалжуды баса алмайсың. Бірақ та сахнаға шыққаннан кейін сені барлық көрермендер қолдап, Ақбота деп айғайлап жатқан кезде кішкене өзіңе сенімдірек болып бастайсың. X-Factor жобасы саған қандай мүмкіндіктер берді? Жалпы осы жоба жайлы сенің пікірін нені қосар едің, немесе нені өзгертер едің? Жалпы X-Factor жобасы осы Қазақстандағы ерекше жобалардың бірі деп айтуға болады. Қазір көріп тұрғандарыңыздай әнге көбірек қызығушылықтар арттыра бастаған адамдар бар. Сол себепті өздерінің бақтарын сынап, ары қарай бір елге көргіміз келеді, ары қарай жалғастырамыз деген оймен келген адамдарға бұл үлкен бастау деп айтуға болады. Себебі X-Factor жобасынан кейін ары қарай сен өзіңнің творчестволық жағыңды ары қарай дамытқың келеді. Соған бұл бір бастау деп айтуға болады. Жақсы үлкен бастау. Жалпы әр бағдарлама сайын сені қолдаушыларын көп екеніне көзіміз жетіп жатты, я? Жалпы осы ұйымдастыру жұмысымен кім айналысты, басты қолдаушыларың кім болды? Ең басында бірінші, екінші тікелей эфирге менің тек қана ата-аналарым, отбасым келіп жүрген болатын. Және де ары қарай достарым келгілерге сондай бір қызығушылықтарын танытты. Және де ағам, менің туған ағам, онда автобус жалдай, барлығымыз бірге барайық деген ой тапсырды. Және де сол ойды ары қарай жалғастырып, келесі эфирлерде, тікелей эфирлерде менің уже көрермендер саным өте көп болды. Біз сені университет қабырғасында биші, актер ретінде танып жатамыз, я? Өзінің қызығушылықтарын жайлы айтып өтсек? Негізі адамға бір өнер жетпейді деп ойлаймын. Өзіңді әр жақтан сынап, қарап, жет қырлы, бір сырлы болғым келеді. Сол себепті өзіміздің үлесімізді осылай дамуға толықтай қосқымыз келеді, және де бойымдағы барлық қасиеттерімді көріп, дамытып, жан-жақты болғым келеді.
нағыз артист болғың келеді ше? Нағыз артист болғым келеді. Сені қаламыздың бірнеше кафе, ресторанында жанды дауыста ән айтып жатқанды көреміз, иә? Жалпы мұндай ұсыныстар саған жиі келіп тұрады ма? Иә, бұндай ұсыныстар бізге жиі келіп тұрады, себебі қалада жанды дауыста айтатын әншілер саны кішкене азайып қалды. Сол себепті қазір ондай әншілер жақсы бағаланады деп ойлаймын. Табиғи талант дейсің ғой, иә? Жеке авторлық туындыларың бар ма? Бір-екі туындылар бар, және де қазір бір әнді жазғымыз келіп жатыр, жалғастырып жатырмыз, жақын арада шығарамыз деген ойдамын. Сіздер көріңіздер, күтіңіздер, бұйыртса ұнайды деген үміттемін. Ал бейнебаян түсіру жағы қалай? Бейнебаян жағын әлі білмеймін, себебі қазір көптеген артистер жай ғана обложканы қойып, әндерін шығара береді. Бәлкім сондай түрде шығарамыз ба деп ойлап тұрмын. Енді ол жағын әлі ойлап көру керек. Жалпы демеушілерден ұсыныс түскен кездер болып жатты ма? Әлі ондай ұсыныстар көрмедік. Жалпы жазып жатқан адамдар бар, қызығып жатқан. Бірақ та мен енді қазір кішкене басқа жақтан дамығым келіп тұрғаннан кейін солай өзім жалғастырғым келіп жатыр. Енді өнер жолы қыз баласы үшін ауыр жол деп айтып жатамыз ғой, иә? Саған бұл жол ауырлық тидіріп жатқан жоқ па? Негізі өнер жолы қызға да, ұлға да ортақ деп айтуға болады. Бұл жерде барлығы бірдей қиыншылық көреді. Барлығы өздерін көрсеткілері келеді, және де сол үшін атсалысады. Сол себепті өнер жолы бәріне бірдей деп ойлаймын. Алда Ақботаны қай саладан көре аламыз? Актер, биші, әлде мұғалім? Барлық жағынан өзімді танытып көрсеткім келеді. Алдағы уақытта осы салалардың бәрін алып жүремін деген ойдамын. Енді өнер жолын өзің сияқты енді бастап келе жатқан жасөспірімдер, жастарға қандай ақыл кеңес берер едің? Ең бастысы тоқтамаңыздар. Себебі өнер жолы ол бір уақытта пайда болып, сен бір керемет болып кете алмайсың. Бәрі кішкентай қадамдардан басталады. Сол қадамдарды жасай отыра, ары қарай дамимыз. Бірге дамып өсейік. Алдағы жоспарлармен бөлісе отырсаң, осы жолға бір жоспарлар қойдың ба? Мысалы, мақсаттарым, армандарым осындай деген сияқты. Негізі ондаймен аса бөліскенді ұнатпаймын, себебі бірдеңе дұрыс болмай қалса, бір жағы дұрыс шықпай жатса деп ойлайсың ғой. Бірақ та енді алдағы уақытта жоспарлар, ойлар өте көп. Бұйыртса дұрыс болып жатса, шығып жатса, әрине жақын арада бөлісемін. Ақбота, енді өзінен бір қонақ кәде сұрасақ? Осы тікелей эфиріміздің 3-ші эфирінде менімен биле әнін айтуға мүмкіндік берген болатын. Сол әннің кішігірім бір үзіндісін сіздерге айтып берейін. Жүрегім лүпілдеп соғады сендеп, дүрсілдейді сендеп, сені ғана іздеп сен ол шөлдейді, бөленейік бірге, қуанышты күйге, қысылмашы сен кеші, меніменен биле. Ақбота, тамаша, алтын уақытыңды бөліп студиямызға қонаққа келгеніне саған үлкен алғысымызды білдіреміз. Саған шығармашылық табыс, отбасына амандық тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Үлкен рахмет.